Алла тағала сендерді андамай ішкен, яғни саналы түрде айтылмаған, құр ауыздан шыққан анттарын үшін жауапқа тартпайды. Алайда саналы түрде өздерінде қандай да бір нәрсені орындауға міндеттеп, ішкен анттарын үшін жауапқа тартады. Міне осындай антты бұзсаңдар, оның өтеуі өз бала-шағаларыңа беретін ас-ауқаттың орташа мөлшерінде 10 мүскінді тамақтандыру, немесе 10 пақырды киіндіру, я болмаса бір құлды азат ету. Бұған шамасы жетпеген кісі 3 күн ораза ұстасын. Міне, саналы түрде ішкен анттарының бұзылған жағдайдағы өтеуі осы. Ендеше, болмашы нәрсе үшін ант етпеңдер. Ал ант еткен жағдайда анттарыңды бұзбаңдар. Алла өзіне әбден борышты еткендерді сөзіне сезіне отырып, сөз һәм іс жүзінде шүкіршілік білдірсеңдер деп, аяттарын сендерге осылайша ашық баяндайды. Уай иман келтіргендер, арақ шарап сынды адамды мас қылып, ақылынан адастыратын нәрселер, құмар һәм өзге де ұтыс ойындары табыну үшін орнатылған пұттар және жебелермен яки құмалақ катасынды басқа да нәрселермен бал ашу шайтанға ғана тән лас істер. Ендеше, екі дүниеде де мақсат мұраттарыңа жету үшін бұлардан аулақ болыңдар. Шүбәсіз шайтан арақ шарап сынды адамды мас қылып ақылынан адастыратын нәрселер һәм құмар ойындары арқылы араларыңа дұшпандылық пен өшпенділік отын жағуды, сендерді Алланы еске алудан һәм намаздан қақпайлауды тыюды ғана көксейді. Ендеше бұлардан тыйылдыңдар ғой, солай емес пе? Бұлардан түбегейлі бас тартыңдар, сөйтіп Аллаға мойынсұныңдар. Алла елшісіне мойынсұныңдар, және оларға қарсы келіп, асы болудан барынша сақтаныңдар. Егер бағынудан бас тартып, сырт айналатын болсаңдар біліп қойыңдар. Елшіміздің міндеті хақ дінді бүге-шүгесіне дейін ашық түрде жеткізу ғана. Иман келтіріп, игілікті істер істейтіндер, пенделікпен істеген күнәлары үшін қорқып, иманда табандылық танытып, игілікті істер істеуде жалғастырса, содан кейін тақуалықта табандылық танытып, иманы күшейе түссе, һәм содан кейін тақуалыққа терең бойлап, бүкіл істерін Алланы көріп тұрғандай риясыз істейтін болса, бұрынғырықта талғамай ішіп жеген харам нәрселері үшін күнә қаламайды. Алла міне осыны игілікті істер атқаратын ізгі жандарды жақсы көреді. Алла өзін көрмесе де, сондай-ақ оныша қалған кезде өзінен шынымен именетін құлдарын анықтау үшін ихрамға кірген кездерінде қолдарын немесе найзаларын қаруларын еркін жететін жерден ант шығарып, сендерді сынап бағады. Кімде-кім соған қарамастан ан аулап шектен шығатын болса, ол үшін жан түзгісіз азап бар. Уай иман келтіргендер, қажылық немесе умра жасау ниетімен ихрамға кіргендерінде андарыңды өлтіруші болмаңдар. Араларынан кімде-кім ихрамға кіргеннен кейін қандай да бір әнді қасақана өлтірсе, істеген күнәсін сазайын тарту үшін оған жаза беріледі. Жазасы өлтірген анна пара-пар келетін, қағбаға тарту ретінде жеткізілетін құрбандылық мал болады. Бұған қатысты араларынан екі әділ кісі үкім шығарады. Егер лайықты құрбандылық мал табылмаса, соның өтемі ретінде өлген анның құнына тең ас-ауқат пен пақыр міскіндерді тамақтандыру, немесе сол анның құлына қанша пақырды тамақтандыру мүмкін болса, сонша күн ораза ұстау керек. Бұған қатысты бұрынырықта істеген күнәларында Алла бір жолата кешті. Алайда кімде-кім бұл күнәні қайта істесе,
Алла оның тиісті сазайын береді. Алла азиз, ұлы, бәрінен үстем, һәм кімнің болса да сазайын беруге толық құдіретті. Уай маңға кіргендер! Теңізден балық аулау һәм одан алынатын қорек түрлері сендерге де, жолаушыларға да ризық азық болсын деп адал етілді. Ал құрлықта аң аулау ихрамнан шықпайынша сендерге харам қылынды. Ендеше, түбінде бірін қалмай алыңа жиналатын Аллаға қарсы келіп асы болудан, сөйтіп азапқа душар болудан барынша сақтаныңдар. Алла қасиетті үйі Қағбаны адамдар үшін дін мен дүние тіршілігінің тірегі, әрі олардың қауіпсіздігі, танысып, табысуы һәм өзара жәрдемдесуі үшін маңызды себеп қылды. Сондай-ақ, қажылық парызы өтелетін қасиетті айларды құрбандылық малын, әсіресе мойнына белгі тағылған бағалы құрбандылық малдарын да адамдар үшін дін мен дүние тіршілігінің тірегі қылды. Міне бұл Алланың күллі аспан әлеміндегінің һәм жердегінің бәрін білетін, сондай-ақ расында Алланың барлық нәрсені толық білетінін біліп жүрулерін үшін. Сондай-ақ, Алланың жазасының тым қатты екенін, әрі Алланың ғафур, өте кешірімді, һәм рахим, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді екенін біліп қойыңдар. Алла елшісінің міндетті хақ дінді толық жеткізу ғана. Алла сендердің ашық айтқан сөздерін мен жария істейтін істеріңді де, жасырын істейтін істерін мен ішке бүккен ниет пиғылдарыңды да біледі. Уа Мұхаммед, лас әрі арам болғаны көптігі көңіліңе ұнаса да, лас пен таза, арам мен адал тең бола ма? Уа ақыл иелері, ендеше іс-әрекет әрі дүние мәселесінде аз көп демей, әркез таза һәм адал болғанды таңдаңдар. Лас әрі арам болғаннан аулақ жүріңдер. Екі дүниеде де мақсат мұраттарыңа жету үшін Аллаға һәм оның қойған өлшемдеріне құрметпен қараңдар. Оған қарсы келуден барынша сақтаныңдар деп айт. Уай иман келтіргендер! Алла елшісіне лайықты түрде құрмет көрсетіңдер. Өздеріңе бұйырғандарын толық орындап, тыйған нәрселерінен бойларында аулақ салып, соны қанағат тұтыңдар. Ашық айтылған жағдайда көңілдеріңе жақпай қалатын, әсіресе діни міндеттеріңді қиындатып жіберетін мәселелерді қазбалап сұрай бермеңдер. Егер ондай мәселелерді Құран аяттары бірте-бірте түсіріліп, өздеріңе оқылып жатқанда сұрап білгілерің келсе, сендерге ашық айтылатын нәрсе өз орнымен онсыз да баяндалуда. Негізінен өздерін кезінде сұраған, немесе алдағы уақытта сұрайтын біраз нәрселер бар. Алла оларды сендерге міндеттемейді. Алла ғафур, өте кешірімді, халим, күнәға батқан құлдарын бірден жазаламай тәубе етуіне мұрсат беретін, өте сабырлы, кеңшілік жасаушы. Сендерден бұрын келген бір қауым өздеріңе келген пайғамбарлардан әлгіндей мәселелерді қазбалап сұрай беретін еді. Алайда кейін сұраған мәселелері өздеріне ашық баяндалғанда бәрібір иман келтірмеді. Әрі өздеріне бұйырылғандарды тиісінше орындамай ақыры кәпір болып шыға келді. Алла дінде бахира, сейбе, васила немесе хам деген нәрселерді бұйырған емес. Алайда кәпірлер осы жалған сенімдерін жаратқанын бұйырғаны деп Алланың атынан өтірік айтуда. Олардың басым көпшілігі ақылға салып ойланбайды.